Кайырлы күн достар. Сабағымызды жалғастыра берейік. Тест талдау. Біздер алдында бірінші нұсқаның екі сұрағын талдаған болатынбыз. Енді бүгін үшінші сұраққа тоқталайық, иә. Евразия материгінің жағалауындағы шығанақ деген сұрақ келген екен. Жалпы енді әуелі сөздерге жеке-жеке анықтама берейік. Евразия материгі ол түсінікті. Ол бізде қазіргі ең ірі материк және Евразия материгінің жағалауында шығанақ деген сөзге негізгі бұл жерде акцент береді сөз бізде шығанақ. Шығанақ дегеніміз не? Шығанақ дегеніміз мұхиттың бөлігі, материкке кіріп жатқан, яғни сығана кіріп жатқан бөлігі. Және шығанаққа қарама-қарсы бізде түсінік бар. Ол түбек, ол керісінше материктің бөлігі мұхитқа көп бөлігі орналасқан, яғни материкке тиесілі деген секілді. Кеттік, жауаптарын айтып тастай берейік. Жауаптар бізде жер орта ол теңіз. Жер орта теңіз. Қарайтын болсаңыздар, міне осы объекті Средиземное море деп тұр, және де одан кейін Охот теңізі. Охот теңізі, міне қарайтын болсаңыздар, көріп тұрған болсаңыздар. Одан кейін менде ручка алынам екен. Кеттік, міне Охот теңізі, міне жер орта теңізі, және бізде сұрақта болған Балтық теңізі бұл жерде анық көрсетілмеген, бірақ Балтық теңізі осы жерлерде. Балтық маңы елдер бізде Эстония, Литва, Латвия деген секілді. Одан кейін төртінші теңізіміздің атауы Қызыл теңіз болған, міне Қызыл теңіз мына жерде. Енді шығанаққа келетін болсақ, міне Парсы шығанағы мына жерде. Демек бізде дұрыс жауап болады Парсы шығанағы. Енді теңіздерге жеке-жеке мәліметтер беріп көрейік. Охот теңізі ол бізде көріп тұрғандарымыздай Тынық мұхитында орналасқан. Тынық мұхитының алабына жатады. Одан кейін Балтық теңізі ол бізде солтүстік, яғни міне СММ, яғни солтүстік мұзды мұхитқа тиесілі. Одан кейін Балтық теңізі бізде КСРО уақытында абсолюттік биіктікті өлшеген кезде нөлдік, яғни теңіз деңгейін есептегенде дегенде Балтық теңізін есептеген екен. Осы уақыт ұбт бір осы самарен сұрақ болды. Және де жер орта теңізі бізде ең қатты ластанған теңіз. Неліктен? Себебі бұл жерде мұнай тасымалдану қатты жүреді, және де мұнай тасымалдау әсерінен бұл жер ең қатты ластанған теңіз болып есептеледі. Одан кейін Қызыл теңіз. Қызыл теңіз бізде ең тұзды теңіз, тұздылығы 41 промилле болған, яғни тұздылық промилле дегеніміз ол тұздылықты өлшейтін көрсеткіш. Яғни промилленің ерекшелігі 2,0 бар да астында. Одан кейін енді Парсы шығанағы, ол бізде Евразия материгінің шығанағы, және бұл ең көп мұнай өндіретін жер. Яғни қарайтын болсаңыздар, араб мемлекеттерінің бойында орналасқан, және қазіргі таңда ең басты пайдалы қазба ретінде қолданылып жүр. Жақсы, көп рахмет.